Явуз бен Хамиет ханым Азизені алып еліне оралады. Хамиет, менің басты арманым осы жекежайға оралу еді. Аллаға шүкір, арманым орындалды. Енді сен осы жекежайдан ақ көйлек киіп қалыңдық ретінде шығатын боласың дейді. Азизе, мен ол көйлекті киген күннің өзінде сендер ол үшін жауап беретін боласыңдар. Сендер осы күнді, мен осында келген күнді өкінішпен еске алатын боласыңдар әлі дейді. Хамиет көмекшісі Бершанға, Азизені дайындаңдар, ол өзінің болашақ отбасымен көрісуге барады дейді. Ол жерде біздің басымызды төмен түсіретіндей бірдеңе жасайтын болсаң, айтпады деме, екеуміз келісімге келдік қой, бауырларыңды ойла, 20 жыл сен үшін басымды иіп келгеніміз жетеді дейді. Құда болатын жақтың үйіне келеді. Олар ұлдары жұмыста екенін, қазір келіп қалады деп үйге кірулерін өтінеді. Азизе сол кезде Явуздың көмекшісінде қару бар екенін байқап қалады. Болашақ енесі Азизеге қош келдің деп қолын сүйсін деп ұсынады. Азизе қолын сүймей, басын изеп өте шығады. Әйел Азизенің бұл қылығын ұнатпай қалады. Явуз, біз бұл жерге қан төгу үшін келген жоқпыз. Керісінше тамырымызды жаюға келдік. Мен үшін арамыздағы соғыс біз жаңа осы есіктен кірген кезде бітті. Бір отбасы болып татуласатын уақытымыз жетті деп жақсылықпен келгенін білдіріп қаруын үстелдің үстіне қояды. Жігіт жақта қолдайтынын білдіріп қаруын үстел үстіне қойып Явузбен қол алысады. Хамиет, бүгін біздің қызымызды ұлдарыңыздың қолына тапсырамыз. Осымен қаншама жылдық текетіресте бітпек дейді. Сосын Азизеге қарап, әкең мен анаңның қолын сүй дейді. Азизе орнынан тұрып үстел үстінде жатқан қаруды алып бәріне, бұл не сауда, сендердің өшпенділіктеріңнің құнын мен өтемеймін, сен өтейсің дейді Явузға қаруын кезеп. Сен өлсең бәрі де бітеді, мына істе, мынау үйлену тойы да. Мен ана жігітке күйеуге шықпаймын, сен өлесің дейді. Сол кезде тұрмысқа шыққалы отырған жігіт Девран келіп, Азизенің қолындағы қаруды тартып алады. Явуз ашуланып Азизені ұрмақ болады. Девран Явузды тоқтатып, енді бұлай істеме, енді мен бармын. Бұл қыз менің болашақ жарым, сондықтан ол үшін мен жауаптымын дейді. Шведтер Явузға қызмет ететін адам Азатқа, біздің ортақ жауымыз ол Явуз, сен бізге көмектессең, біз сенің қарызыңның бәрін төлеп береміз, әрі Стамбулға алып кетеміз. Солай сен Явуздан құтыласың, әрі мына 6 баланы құтқарасың. Азизені анау жекежайдан алып шық дейді. Азат Жевдеттің қойған ұсынысына келіседі. Азизені ертең ол жерден алып шығамын дейді. Азат Азизеге отырған бөлмеге кіріп, жүр менімен, мен сені бұл жерден алып кетемін дейді де телефон беріп Жевдеттермен байланыстырады. Жевдет, сен қорықпа, біз сені сыртта күтіп тұрмыз, біз сені бұл жерден алып шығамыз дейді. Азизе, мен олай істей алмаймын, өтінемін, кетіңдер бұл жерден дейді. Тұтқаны Джемо алып, әпке, сенің айтқандарыңды орындай алмадым. Сәмет пен балымды, Фиданды жетімдер үйіне алып кетті. Зілиха ана жақта жалғыз, мен осындамын. Балалар жетімдер үйінде, сен кеткен соң бәріміз жан-жаққа шашырап кеттік. Сондықтан өтінемін, ол жерден кет, егер сен шықпасаң, ішке мен кіремін дейді. Азизе қорқып кетіп, кірме ішке, кіруші болма, жарайды, мен шығамын деп келіседі. Солай Азат екеуі жекежайдан жасырынып шығып келе жатқанда, оларды Махмуд көріп қояды да тоқтатпақ болады. Сол кезде Жөмө келіп қалып, Махмудтың басынан бір қояды. Ол есінен танып қалады. Азизені алып сол жерден қашып кетеді. Есін жиған Махмуд Азизені алып қашып кеткенін айтады. Барлығы Азизенің ізінен шығады. Явуздар Жевдеттерді қуып жетеді, артынан Девран да жетеді. Көлікте жалғыз отырған Азизеге Девран келіп, көліктен шығатын болсаң, мына жерде қан көп төгіледі, сондықтан шықпа дейді де, сол көліктің рөліне отырып Азизені алып кетеді. Мені жібер, босат деген Азизеге Девран, сен тек сені ғана күштеп тұрмысқа беріп жатыр деп ойлайсың ба? Менің де саған үйленгім келіп тұрғаны шамалы. Қазір кететін болсаң, бауырларыңмен енді көріспейсің. Ал егер маған тұрмысқа шығатын болсаң, сенің бауырларыңмен қауышатындай мүмкіндігің болады. Мына жағдайда сен менің құтқарушым, ал мен сенің құтқарушың болайын дейді. Девран мен Азизенің некелесу сәті болып жатады. Девран келісімін береді. Азизеден тіркеуші маман сұрайды. Сол сәтте Жевдет пен Жомолар полицияны ертіп кіріп келеді. Әпкесінің күштеп тұрмысқа беріп жатқандарын айтады. Явуз полицияға олай еместігін, сенбесе Азизеден сұрасын дейді. Азизе Девранға тұрмысқа өз еркімен шығып жатырмын деп некеге келісетіндігін айтады. Жевдет пен Жомо Азизенің бұл іс-әрекетін түсінбей аң-таң болып қалады. Зілиха мен Юсуф балалар үйіне бауырларын көруге келеді, бірақ күзетші оларды ішке кіргізбей қояды. Содан Зілиха Фиданға сыбырлап, артқы есікке келіңдер, сендерді бұл жерден алып кетеміз дейді.
Фидандар саты тауып әкеліп қабырғадан арғы бетке өте бастайды. Сол сәтте күзетші келіп қалып, оларды көріп қояды да ұстамақ болады. Бірақ балалар көлікке отырып үлгереді. Зілиха мен Юсуп сол жерден балаларды алып қашып кетеді. Балалар жетімдер үйінен қашып кеткендеріне мәз, бірақ қуаныштары көпке созылмайды. Жолда оларды полиция тоқтатып ұстап алады. Юсуп пен Зілиханы полиция бөлімшесіне, ал Фидан мен кішкентай бауырларын қайтадан кері жетімдер үйіне қайтарады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қолдау білдіріп, лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Алдағы уақытта қорғансызда түрік сериалдарының бөлімдеріне каналымда шолу жасайтын боламын. Алдын ала рахмет.